بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظمه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифқа барғандығын айттық. Таифтықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қалай қарсы алды, соған тоқталдық. Және Таиф деген жерде қанша мерзім болды, соны айттық. Кейін Таифтықтар қандай азапқа душар боп қала жаздады, жалпы Таифтықтар. Соған тоқталған едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасында Зайд ибн Хариса бар, радиаллаху анху. Тұрған сәтте немесе отырған жерінде кім келеді? Жибрил алейхиссаламмен тау періштесі келеді. Жибрил алейхиссаламмен тау періштесі Алланың бұйрығын орындайды. Алланың бұйрығы кімге бойсын дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бой ұсын дейді. Мұхаммад не айтады саған, сол сенің міндетің болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай жағдайда тұрып, таспен атқылап қуып шықты. Өкшесі жарақаттанып қанға боялды. Құрайш жалпылама қарсы тұрып Меккеге мүмкіндік бермеді, жүруге, тыныш жүруге мүмкіндік бермеді. Сол жылы пайғамбарымыздың екі қанаты сынды. Өзі ол жылды Амул Хузн, қайғы жылы деп атады. Оған қоса сенім артып келген нағашы жұрты, Сақиф тайпасы, оның көсемдері үш түрлі сөзді айтып, бір жағынан сағын сындырғандай болды. Міне, сонда Алла тағала пайғамбар үшін, қараңыздар, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям үшін, сонда Алла тағаланың құзырында, жаратқандардың ішінде, құлдарының ішінде пайғамбарымыздың көңілі артық. Пайғамбарымыздың көңілі артық болған соншалық екі періштені жіберіп тұр, екеуің айтқан орындайсыңдар. Пайғамбарымыздың жарақаттанғаны, пайғамбарымыздың көңіліне қайғы түскені Алла тағала үшін қалай болып тұр сонда? Артық нәрсе. Біз білеміз, хадистерде айтылып жатады, Алла тағала қызғанады деген хадисті білеміз. Міне пайғамбарымыздың бұлай азапталғанын Алла қызғанған дейді. Бұлай қасірет шеккен қаламаған дейді. Міне, демек бұл оқиғадан біз пайғамбарымыздың Алла құзырындағы деңгейін көреміз. Жалпылама Алла тағала бәрімізді жаратты, құлы болып есептелгендіктен біз Алланың алдында құрметтіміз. Біздің бағамыз бар, қадір қасиетіміз бар. Бірақ біз жалпылама құл ретінде айтып жатырмыз. Ал енді сол құлдардың төресі, мінсізі, идеал, қалай да алсаң да, Алла сондай қылып сыр жаратқан, ал сүйікті құл қалай болады? Бізден қарағанда артығырақ болады. Ол кісінің табанына кірген тікен менің шекеме кірсін деп айтқан сахаба нені түсінді?
пайғамбарымыз олай азапталмау керек. Олай азапталғаннан қарағанда мен азапталайын деп тұр. Бұл пенде сахабаның айтқаны. Міне тура осындай мағынада Алла тағала меңзеп тұр. Мұхаммед мен үшін сүйікті құлым. Жибрил алейхиссалам және тау періштесі нені күтті дейді? Қазір бұйрық болады, таумен жексен етіп, бағанағы тайфтықтарды, фақифтықтарды жоқ қып жереміз. Ал ойланып қарайық. Құрайш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін пайғамбармын дегеннен бастап не істеді? Істемеген азаптың бәрін істеді ғой. Солай ма? Солай. Енді неге оларға осындай періштелерді жіберіп, я Мұхаммед, сен айт, біз орындаймыз деп келген жоқ. Бірақ тайфтықтарға келеді. Себебі ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі қанаты сынбаған. Ол кім? Хадиджа бинту Хуайлид, сосын Абу Талиб. Есімі кім еді нағыз? Абдуманаф ибн Абдул Мутталиб. Әлі өмірде, тірі. Сосын олар жалғыз ғана құрайштықтар бұл жерде. Ал мына жерде кім қосылады? Құрайштықтарға кім қосылады? Қосымша тайфтықтар және бағанағы үміті бар еді, үміт артып келген еді осыларға. Сөйтсе үш көсемі үш түрлі сөз айтып, қосымша мазақ етіп, ақмақтарына, жындыларына, бала-шағаларына таспен атып қуып шығандар деді. Міне. Ал біз баршамыз білеміз, Анфал сүресін оқып қарасақ, 32, 33, 34 аяттарын Алла бір қауымды азаптамайды. Сен олардың ішінде болғанша деп айтады. Екінші аятта, сол аяттың жалғасында, Алла оларды азаптамайды, олар истиғфарды тоқтатпағанша деп айтады. Міне. Абдулла ибн Аббас, таржуманул Құран, екі амандық болған, соның бірі кетті, біреуі қалды деген. Бірінші амандық пайғамбарымыздың өзі, екінші амандық ол әл-истиғфар. Жоқ, екі амандық, екеуі де бар. Сол себепті құрайштықтарға азап түспеген сол дейді. Пайғамбарымыз ішінде жүрген. Ал мына жерде не істеді? Шығып кетті. Шығып кеткен жоқ, шығарып жерді. Шыққан сәтте не келді? Азап келді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ей Жибрил, фаиннахум қауми, я Рабби, ихди қауми фаиннахум ла я'ламун. Немесе келесі риуаятта не деп айтты? Арджу ан яхруджа мин аслабихим ман я'будуллаха вахда ва ла юшрику бихи шай'a. Мен үміт етем, Алладан сұраймын, мүмкін олардың белдерінен Аллаға құлшылық қылып серік қоспайтын ұрпақ шығатын шығар деді. Бұл ненің белгісі? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғайыпты көріп тұр ма? Көріп тұр. Ал кейбір бауырларымыз Алла ғайыпты ғана білет, Құран аятын алып келет, оны толық оқымайды тағы да. Аяғына дейін жеткізбейді. Тағы да арабша емес. Араб тілінде білмейді ол. Қазақша ұрады. Сосын пайғамбарымыз қатысты сол аят жалғасын алып келетті, қазақша ұрады. Сосын айтады, көрдіңдер ме міне? Ғайыпты бір Алла білет. Мұхаммед білмейді. Кімде кім білет дейтін болса, адасқаны деп ұрып жүр. Аятты толық оқысашы. Және тоқтасашы. Қазақша айтып атсан, кімге негізделдің? Қандай кітапта тұр ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла екі нәрсені берген. Одан да көп. 6, 5, дұрыс па? Бірақ бұл жерде екі нәрсе ерекше, ол үмметінің тағдырын қалай бітеді?
және әр пенденің пиғылын алдына келген кезде қандай ниетпен келіп тұрады, соны көріп тұрған пайғамбарымыз. Мына дұға соған дәлел. Мен үміт етем, олардың болашақта белдерінен Аллаға құл болып шығатын үмметтің келерін деді. Көріп тұр ма? Көріп тұр. Міне осыны естіген кезде Жибрил алейхиссалам таң қалғаны не деп айтты? Садақа мән сәммәка рауфур рахим. Алла сені не деп атаған? Құранда осы сипаты тұр. Алла пайғамбарымызға өзінің сипатын берген. Ар-рауфур рахим деген сипатын берген. Соны айтып не деді? Сені Ар-рауфур рахим деп атаған Алла ақиқатты шындықты айтыпты деді. Демек білет, бірақ соған әлі көз жетпеген дейді. Сол сәтте, сол моментта көз жетті. Неге? Себебі Жибрил алейхиссаламның өзі анандай жағдайда адамның, пенденің өзгеріп кетуі қалай? Кешіре салу ол қиын жағдай дейді. Қалған бізге тастайтын болса, біз аламызда азапта көрсет оларға көкесін деп айта салар едік дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рахма. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Біз осы аятты түсіну керекпіз және дұрыс аудару керекпіз, ақысын беру керекпіз. Біз бүйтіп айтамыз: Алла сені әлемдерге мейірім қылып жіберді. Сұрақ туындайды. Сонда әлемдерге деген сөзде не жатыр? Келерге дейін сен қайда болдың? Әлемдерге, келерге дейін сен кім болдың? Көпшілігіміз былай білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасында деп айтамыз тағы да. 40 жас емес, 40 жас 6 айында пайғамбарлығын көрсетеді. Онда сен мына аятты былай айтып тұрсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жас 6 айында әлемдерге кім болып келеді? Мейірім болып келеді. Ал 40 жас 6 ай іші өтіп кеткен кім болды сонда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 63 жасында өмірден өтеді. Өмірден өткеннен кейін кім болды сонда? Сонда арамызда пайғамбарлық миссиясын атқарып жүргенде ғана осы сипатқа ие болып, кетіп қалғанның сипат тоқтап қалды ма? Сұрақ, сипат Алла беріп тұрған бұл рахма деген сипат па, сипат емес па? Сипат. Ал сипат тәнге байлана ма, рухқа байлана ма? Тәнге байланатын болса, онда тәнмен бірге жерлеп сан дейді. Неге байланады? Рухқа байланады. Оған дәлел, пайғамбарлықты тән ала ма, жоқ рух ала ма? Құранды көтеретін тән ба, жоқ рух па? Құранды көтеретін тән дейтін болсақ, Алла сақтасын. Қалай адамның тәні Құранды көтереді? Мына ми, қан, сүйек. Олай болса, тән әлсіз, қай жағынан? Ұмытшақ, ауырып қалады, ұйықтайды, дұрыс па? Сынып қалады, тіліп жесең қан ағып кетеді. Ең соңғысы қартаяды. Демек, дене әлсіз болғандай, тән әлсіз болғандай, сол дене әлсіз болған тәнмен бірге не кетіп қалады? Құран да кетіп қалады деген сөз. Онда пайғамбарымыз ұмытады деген сөз. Жоқ, нубуа, пайғамбарлық Құранмен болса, Құран неге байланады, неге түседі, немесе Құранды не көтереді? Тән емес, рух көтереді деген. Міне, біз қалай түсінеміз? Демек, сен әлемдерге келместен бұрын мейірім едің, келген кезде мейірім едің, кетіп қалған кезде де не болып қалдың? Мейірім болып қалдың. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтады? Алла тағала менің қолыма жаннаттың кілтін берді дейді. Менің қолымда дейді. Сосын мына жақтан сахабалар сұрақ қойды: Я Расулалла, жаннатқа біз амалымызбен кіреміз ба дейді. Жоқ. Уәлә әнта, сен де? Жоқ. Тек мені Алла не істемесе, мейіріміне бөлемесе дейді. Енді мына жақта өз айтады сахih хадисте, жаннаттың кілті менің қолымда дейді. Сахабалар сұраса,
Алла мені не істемесе, мейірін алмаса кіре алмаймын дейді. Қалай сонда? Жаннаттың кілті өзінде тұр ғой. Мына мағынасы не сонда? Не айтпақ? Айтпағы мен мейірімін деп тұр да, өзін айтып тұр. Кілтті бермесе еді ғой онда. Мейірімін күтіп отқан болса Алланың. Жоқ, өзі мейірім, соған дәлел Алла тағала не істеп тұр? Кілтін беріп қойғанда. Оған дәлел не деп тұр? Мейіріммен кіресіңдер дейді. Демек, мейірім пайғамбарымыздың өзі, себебі кілт кімнің қолында? Пайғамбарымыздың қолында. Жақсы. Тағы да хадис бар. Алла тағала рахманы жаратты дейді, дұрыс па? Мейірімді жаратты, сипат қой. Сара жаратты. Содан 100 бөлшекке бөлді дейді, дұрыс па? Содан соның біреуін жерге түсірді дейді. Көпшілігіміз қалай тәпсірлейміз осыны? Жалпы мейірім деген сипатты айтамыз дейді. Ана мен баланың арасындағы, жануар мен жануардың арасындағы жалпы мейірімділікті айтамыз дейді. Сөйтіп сол мейірімділіктің өзі бұл әлемді ұстап тұр деп айтамыз. Сол мейірімділіктің өзін айтып таусалмай жатыр деп айтамыз. Олай емес дейді. Айтқанмен қоса сол мейірімділік ол пайғамбарымыздың бір-ақ сипаты дейді. Сонда бағанағы жаратқан рахма деген 100-ге бөлініп кеткен кім дейді? Мұхаммад дейді. Жақсы, оны қабылдау қиын болар, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мейірім, міне аятта тұр ғой, мен келдім мейірім болып. Кетті, енді қараңыз. Ар жақта 99 мейірімділік қап тұр. Ол кімдікі? Алла айтты ғой, мен соны ақыретке қалдырдым деп. Сол кімнен көрінеді? Мұхаммедтен көрінеді. Әш-шафаатул узма, әл-мақамул махмуд, әл-василә. Не бар тағы басқа? Сон бәрі Алла жасырақ болған, ақыретке қалдырған пайғамбарымыздың бойынан көрінетін 99 мейірімділік. Сонда сол рахма кім? Алла өзі айтқандай Мұхаммед. Міне Жибрил алейхиссаламның өзі не деп тұр? Иннака хаққан ар-рауфур рахим. Ал араб тіліне зерттесеңдер, Алла тағаланың есімдері бір-біріне ұқсамайды ешқашан. Ар-рауф басқа, ар-рахим басқа. Рафа деген ол да мейірімділік, аяушылық, рахим деген ол да мейірімділік, кешірімділік. Бірақ екеуінің арасында өзіндік бір ерекшелігі бар. وَلَمَّا كَانَ بِنَخْلَةٍ وَفَدَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَمُونَ إِلَى مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Сөйтіп, Зайд ибн Хариса бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Таифты тастап, сапарды жалғастырып кеп, түнейді. Қай жерге? Нахла деген жерге. Ал Нахла деген жер Меккеден 65 километр жерде орналасқан құрма ағаш көп өсетін сайынандай. Сол жерге кеп түнейді, таң намазын оқиды. Ал ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай намаз оққан? Уақытылы намаз дейді. Парыз намаз деп атамаған оларды. Парыз намаз деген бізге парыз болған 5 уақыт деп айтылады. Ал пайғамбарымыздың оқып жүргені, орындағаны уақытылы дейді. Уақыт дегеніміз 2-ақ уақыт. Ол таң намазы, сосын кешкі ақшам намазы. Соны уақытылы намаз деп айтқан. Сол таң намазын оқып тұрған кезде пайғамбарымызға бір топ жын кеп не істейді? Уафт болады. Уафт дегенімізде мәмілегер немесе бір топ жын кеп өтеді қасынан. Қашан? Таң намазын оқып тұрған сәтте. Түсінікті ма? 10 шақты деп айтады. 8, 9, 10 шақты. Фаламма самиу. Ал олар қандай жын? Яхуд жындары. Яхуд дегеніміз кім? Муса алейхиссаламның қауымы деген сөз. Муса алейхиссаламның артынан ергендер деген сөз. Оларды кім деп атаған? Джинну нассабин деп айтқан. Нассабин деген бар Құранда. Сол жындар. Өтеді. Самиу, пайғамбарымыздың Құран оққанын тыңдады, намазда. Ансату лаху, құлақ салып тыңдады. Вараджау иля қаумихим. Ол жер не деді? Мынау Мусаға түскен. Сол аяттар ғой, сол хақ қой деді. Сөйтіп бірден не істеді? Естіп, иля қаумихим, қауымдарына қайтады. Мунзирин ва аблагухум хабара расулиллахи ва фихим назала фи суратил ахқаф. Сол жерде Мусаға түскен ақиқат осы деп иман етіп, содан не дейді? Қауымына қайтады. Енді бұл жерде жынның жылдамдығын біз былай суреттемейік. 4 сағаттан кейін бір күн жүріп барып, жоқ ол. Сол жерде естіді, сол жерде жетті деген сөз.
Түсінікті ма? Себебі олардың өлшем бірлігі басқа. Міне естіді, бірден қауымға барып нені істеді дейді? Инзар дейміз, ескертті. Не деді? Иман етіңдер, қайтыңдар. Кім келді? Мусаға түскен нәрсе осындай пәленшеге Мұхаммедқа түсіпті, иман етіңдер деп айтты, жеткізді. Міне осылардың әрекеті, сипаттары Ахқаф сүресінің мына аятында баяндалған. Ол 29-дан бастап 32-ші аят. Қал Аллаху Таала: "Ва из сарафна илайка нафаран". Нафар, міне нафар дейміз бір топ деген сөз. 3 пен 9-дың немесе 3 пен 10-ның арасы. Минал джин, бір топ жын келді саған. Ястамиуна ал-Qur'ана фаламма хадаруху қалу анситу. Бәрі келді, пайғамбарымыз намазда Құран оқып тұр. Тынышталыңдар, құлақ салыңдар. Фаламма қудия, біткен кезде валлау иля қаумихим мунзирин. Не істеді? Қауымына ескертіп кетті дейді. Ескертті дегеніміз, олар сол жерде исламды қабылдаған дейді. Сол жерде тұрып исламды қабылдаған. Қалу я қаумана, ей қауым, инна сами'на китабан унзила мин бa'ди Муса. Кімнен кейін түскен? Мусадан кейін түскен кітапты тыңдадық. Мусаддиқан лима байна ядайхи, ақиқаттап келген. Яхди лал хаққи ва иля тариқин мустақим. Я қаумана ажибу да'i Аллах. Ей қауым, не істеңдер? Мойынсыңдар. Кімге? Алланың шақырушысына. Ва амину бих, оған иман етіңдер. Яғфир лакум мин зунубикум ва южиркум мин азабин алим. Күнәларыңды кешіреді, азаптан сақтайды. Ва ман ла южиб, ал енді иман етпесе, да'i Аллах. Кімнің сипаты? Пайғамбарымыз. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның есімі Мұхаммадун, Ахмадун, Мұстафа, Мустақим, Нур, Қамар, Шамс кете береді. Замзами, Музамзам. Сосын Мұхтар, Мужтаба. Сосын міне бір сипаты. Да'i Аллах. Пайғамбарымыздың есімі кім? Да'i. Да'i дейміз шақырушы, дағуаттаушы, насихаттаушы, содан неде дағуатшықтар шыққан. Демек шақырушылардың төресі кім? Насихаттаушылардың. Алла өзі айтып тұр. Да'i Аллах. Кім? Мұхаммадун. Кімде кім Алланың шақырушысына бойсынбаса, фалайса би муъжизин фил ард, ол жер бетінде еш нәрсе істей алмайды, шарасыз, қауқарсыз. Валайса лаху мин дунихи аулия, Алладан басқа оның жәрдемшісі жоқ. Улайка фи далалин мубин, міне солар анық адасушылықта. Жалпы қазақшама сөзбе-сөз аударып кеттік, енді өзінің жеке тәпсірі бар. وقد قص الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم أولها. Ал енді жынға қатысты Алла тағала арнайы сүре түсірді. Және сол жындардың атымен әл-джинну деп атады. Басынан бастап аяғына дейін сол жындарға қатысты айтылған. Демек, бірінші бағанағы иман еткен топ, олар қайда талып кетіп тұр? Ахқаф сүресінде. Не істеген екен? Иман еткен екен. Түсінікті ме? Иман етіп қайтып кеткен. Енді бұл жерде не болып тұр? Бұл жерде біз тарихи көзбен қарап өтіп кетпейік. Деп. Жоқ, қарайық. Пайғамбарымызды Құрайш сыйдырмады. Сол жылы екі қанаты кетті. Мағынасы екі жәрдемшісі, екі тірегі, қамқорлық қылған екі жақындары. Кім? Хадижа анамыз, Абу Талиб кетті. Сөйтіп үміттеніп, артып қайда шықты? Таифқа барған дейді, нағашы жұртым деп. Сөйтсе оларды қуып шықты. Және бағанағы Рабианың Утба Шайба деген екі баласының жүзім бақшасында отырғанда олар жүзім берді. Ол да қорлық қой бұлай. Дұшпанның көзінде сені қорлап қойған ол ең жаман нәрсе. Бұл айтқанда дұшпанға табалату дейді қазақта. Бізде солай дұға қыламыз деп, дұшпанға табалатпа дейміз. Дұшпа екеуі де дұшпаны болған пайғамбарымыз. Содан не істеді? Мына жаққа келеді, бірнеше топ жын өтеді, не істейді? Бірден иман етеді дейді. Не болып жатыр дейді? Қараңдар, адамзатқа пайғамбарымыз рахма болып келді. Да'i, шақырушы, дағуаттаушы, насихаттаушы болып келді, Алла елшісі болып. Бұлар не істеді? Теріс бұрылып кетіп қалды дейді. Алла мынаны айтпақ дейді. Я Мұхаммед, мына жаратқандарым саған иман етпей, қарсы болып бұрылған болса, кете бер. Мен саған не істеймін? Жер бетінде олардан бұрын тіршілік қылған
жер бетіне олардан бұрын түскен жындарды не істеймін? Иман еткізіп, бірінші не қылам? Артыңнан ерушілер қылам деген екен. Міне, сыр қалай. Сонда адамдар өздерінің есігін жапқанда Алла тағала ненің есігін ашты дейді? Жын әлемінің есігін ашты да, оларды иман еткізіп жіберді. Не істемесен? Уайымдама. Қайғырма. Не істеме? Сынба. Сөйтіп жұбатқан дейді. Араб тілінде бұны тәсәлли дейді. Тәсәлли деген жұбату. Сөйтіп не істеген? Мә саған деп адамнан күшті болған әскерді, сахабаларды берді. Кімдер сонда? Жындар. Бұл жындармен бірінші рет кездесу болды ма? Жоқ, бұл жындармен кездесу 3 рет болған. Түсінікті ме? Осы жерде тұрып олар уәделескен дейді. 8 немесе 7, 9, 10. Түсінікті ме? Уәделесет не деп? Біз сенімен не істейміз енді? Қайда кезіксек? Меккеде не деп аталған жер бар? Жын сайы деп аталған жер бар. Дұрыс па? Сол жерге екінші рет кездеседі. Уәделесіп кездескен. Демек, бірінші кездесу сол жерде болды бағанағы. Сосын барып тағы да екінші кездесу болады. Уәделесіп кетеді. Иман шақыруға кетті ғой, иманды айтуға кетті ғой қауымдарын. Содан иман еткендер келеді. Екінші рет келген кезде пайғамбарымызға уәделесіп екінші рет келген кезде жындардың саны 80-ге жеткен дейді. Екінші рет келген кезде. Қай жерде? Уәдил джин деген жерде, жын сайы деген жерде. Ол жерде кім болады? Абдулла ибн Масуд болған. Баршамыз білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масудқа не сіз бір рет жерге былай шеңберсіз аттамадан шықпа дейді. Қай әлем? Мынау мүлк әлемі, мынау жын әлемі. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масуд ол пенде біз сияқты. Бірақ сахаба, сөз тигізбейміз. Бірақ сонда да пайғамбарымыз басқа Абдулла ибн Масудқа басқа екенін көрсетіп не істеді? Шеңберсізді. Ол шеңбер нені білдіреді? Қорған. Не істеп кетуі мүмкін? Бағанағы келген 80-ге жуық жын Абдулла ибн Масудқа зиян беріп кетуі мүмкін. Сол зиян тимесіне не істеген пайғамбарымыз өз қолымен шеңбер сызып. Түсінікті ме? Міне содан шықпа дейді. Міне сол жерде пайғамбарымыз 80 жынмен не істеген? Мәміле жасаған 80 жынге пайғамбарымыздан не алған? Насихатты алып иман еткен. Содан үшінші уәделесі болады. Ол қайда болады? Мәдинаға тасталған. Мәдинаға келген кезде үшінші топ келеді. Ол кезде келгенде саны көп болған соншалық пайғамбарымызды көру үшін, есту үшін бірінің үстіне бірі шығып кеткен дейді. Бірінің үстіне бірі шыққан, есту үшін дейді. Саны көп болған сондай дейді. Міне, Алла тағала не істеді? Ал иман еткілерің келмей ме? Кете беріңдер. Жында кеп қойды. Демек алғашқы топ, міне, қай жерде кеп тұр? Бәрі бет бұрғанда дейді. Бұл кездейсоқтық емес, бұл бір сырмен болып тұр. Ұштастыру керек дейді оқиғаны. Ұштастырсаң, Алла тағала пайғамбарымызға міне бірінші демеушілер жіберді дейді. Және бұл жындар не істеп жүрген дейді ол сайда? Оған қайтатын болсақ, бұлар кімдікі деп айттық? Муса алейхиссаламның артынан ергендер еврей жындар, аттары нассабин. Олар не қылып жүрген дейді? Олардың жүру себебі мынау. Көптеген риуаяттар соның біреуін айтатын болсақ, не істеген? Қақпан есіктер жабылып қалған. Содан Иблис ләнатулла жындардың төресіне айтқан. Бір нәрсе болды, бір нәрсе орын алды. Әйтпесе қақпан есіктерін істемес еді. Қақпан аспан қақпалары жабылмас еді. Сендер не істеңдер? Жер бетін кезіңдерде, жер бетінде не болып жатыр? Бір үлкен оқиға орын алып тұр, соны біліп келіңдер деп жіберген. Сөйтсе, кімге келіп жолғат? Пайғамбарымызға келеді. Содан түсінеді, не келгенін, соңғы пайғамбар келгенін, содан түсінеді, аспан қақпақтарын істеген жабылған. Содан ғалымдарымыз айтқан екен, аспан қақпалары екі нәрсемен жабылған. Екі риуаят қой. Біріншісі, пайғамбарымыздың дүниеге келуімен деп айтқан, ол әлсірек. Екіншісі, пайғамбарымыздың пайғамбарлығынан бастап жабылған дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жас 6 айында мен Алла елшісімін деген айтқан кезде не істеген? Аспан қақпалары жабылған дейді. Оған дейін не істеп тұрған біз білетін, Мүлк сүресінде де бар, көптеген сүрелерде бар, жын не істеп отырған? Бірінің үстіне бірі шығып, бізге жақын әс-самаул ула, ең төменгі аспан әлемі,
Адам алейхиссалам отырған бірінші қабат, содан не істеген періштелердің бір-біріне айтқан хабарды, жай ғана елес естиді, нақты естімеген, соны естіп, жердегі жынмен шұғылданатын балгерлер, анау жынданып кеткендер, соларға не істеп отырған, жеткізіп отырған. Бірақ оның өзінде де нақты емес, бүйтіп жобалап естіген. Сол не істеп қалған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің пайғамбарын айтқан кезде жабылған. Түсінікті ма? Содан не істейді? Мүлк сүресінде келгендей, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Аспан әлемдердің жұлдыздармен безендірдік, сосын істедік, сол жұлдыздарды шайтанға шоқ қылып аттық деді. Қашан? Бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің пайғамбарын айтқаннан бастап, аспан әлемі жабылады да, олар тырысады болса, хабар алмақ болатын болса, жаңа сияқты бұрынғы әрекетін жасамақ болып тырысса не істейді? Жұлдыздар шоқ болып атылады. Жұлдыздың өзі емес дейді, жұлдыздың жай ғана бір шоғы атылады. Жұлдыздың өзі емес, бәлкім соның бір шоғы атылады. Аспанда жұлдыз ағып түсіп бара жатады ғой, ол жұлдыз ақпаған, бәлкім оның шоғы. Оны біз не істейміз? Сұрағып, дұға қыл, тілегіңді айт деп. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айту керек. Неге? Ол кімге атылып жатыр? Лаънатулла, шайтанға атылып жатыр. Сөйтсе кинода, мультфильмда не деп көрсетеді? Загадай желание дейді. Тұра қалады. Сен шайтанға табыным атсын деген сөз. Демек, неден кейін жабылған екен? Ба'дал вахи. Вахи келгеннен бастап не істейді? Аспан әлемі жабылған. Түсінікті ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді Мәдинаға кіру керек. Шығып кетті ғой, дұрыс па? Таифқа барғанда сақифтықтардан нені сұрады, нені өтініш қылды? Менің келгенімді, сендерден жәрдем сұрағанымды айтпаңдар деген еді. Құрайшқа, дұрыс па? Сөйтсе, бағанағы адамдар не істеді? Жай жібереді ғой. Демек енді Меккеге кіре алмайды. Қалай кіре алмайды? Жоқ қой енді. Қамқоршысы жоқ, кім бар? Ешкім жоқ. Содан не істейді? Кірместен бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 адамға, бір риуаяттарда 3 адамға не істеген? Мені өзіңнің қамқорлығына алып кіргіз деп өтініш қылған. 4-3 адамға. 4-3 не істеген бағанағы? Жоқ деп бас тартқан. Түсінасыңдар ма, қамқорлық дегеніміз Меккеге бұлай кіре алмайды бітті. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Таифқа барып сақифтықтардан Құрайшқа қарсы жәрдем сұрағанын естіп қойды олар. Ал сақифтықтар Құрайштың дұшпандары, бұрыннан соғысып келе жатқан. Қалай кіреді? Кіруге мүмкіндік жоқ. Кіру үшін біреу не істеу керек? Құрайштың ішінен біреу шығып не деу керек? Мен Мұхаммедті өзімнің қамқорлығын алдым. Түсінікті ма? Ешкім не істей алмайды. Менің абырой, ол кісінің абыройы болған болса, атақ абырой болған болса, болды, оған ешкім тиіспейді. Болды, оның сенің қамқорлығында онда тиіспейміз дейді. Сондай мәміле бұл, сондай саясат. Ол сол кезде болған. Қазірде де бар ғой. ООН-да бар, біріккен ұлттар ұйымдарында бар, әр мемлекетте бар. Не деп аталады? Саяси қорған дейді. Орысша политический убежище дейді. Қашып бар бір мемлекеттің несіне тығылсаң болды, ол не істейді? Қорғайды, ешкімге бермейді сен. Тура сол сияқты мұғым бұл. 4-3 адамға жіберген, бәрі бас тартқан, соның ішінде келіскен, қамқорлығын алып кіргізген, балаларын жіберген. Қылышпен пайғамбарымызды ортаға алады да, ортаға алып қоршап кіргізген. Демек, мына жағдайда нені түсінеміз? Құрайш сонда қандай жағдайда отыр? Олар қылышын шығарып алып кірді деген сөз. Төтенше жағдайда отырды. Кірсе болды, бас салып азаптайын деп тұрды. Әйтпесе жай ғана бүйтіп қоршап кіргізсе болар. Жоқ, өзі шығады, және балаларының бәрін отбасымен, әулетімен пайғамбарымыз ортаға алып кіргізген.
ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهلها عليهم. Меккеге қайтты, осындай сапармен қайтып келген кезде Меккеге кіре алмады, себебі Құрайш кәпірлері естіді, сақифтықтардан жәрдем сұрағанын. Қалай кіреді? فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المطعم ибн عدي ибн نوفل ибн عبد مناف. Сонда бұл кім? Пайғамбарымыздың негізі туысқаны, көкесі, аталас ағасы. Кімнен тарап тұр? Өткенде сабақта айтқанымыз, жаттап алу керек деп, Абдуманафтың 4 баласы болған. Абдуманафтың кімнің әкесі? Хашимнің әкесі. Демек, Абдуманафтың 4 баласы, соның біріншісі Хашим, сосын Әл-Мутталиб, сосын міне кім? Науфал, сосын Абдушамс. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің атасының ағайындарынан деген сөз. Хашимнің ағайындары ғой бұл енді. Содан не сұрап тұр? Соның балаларына жәрдем сұрап тұр. Кім екен сонда Науфалдың баласы? Әл-Мут'им ибн Ади. Бөтен адам ба? Бөтен адам емес. Сол кісі не істеген? Сол кісіге маған химая жаса деген. Химая дейміз, мені қорғаныңа ал. Юхбируху аннаху сайядхулу Макката фи дживарихи фаджаба иля залика. Фи дживарихи дейміз, мен сенің неңде жарың, жар дегенімізде сенің қамқорлығында өтем. Қасыңда, жаныңда. Сол себепті бізде көрші не деп айтады? Жар деп айтады. Ол араб тілінен алынған сөз. Жар. وتصلح هو وبنوه وتوجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المطاف. Матаф дейміз, Кәбаға. Демек не істеді? Әл-Мут'им ибн Ади шықты, және хуа ва бануху, оның ұрпағы, бала шағасы бәрі шықты. Тасаллаха. Несін алып шықты? Қару жарақ сайманын алып шықты. Сөйтіп Пайғамбарымыз ортаға алды да Кәбаға қарай бет алды. Фақала лахул ба'дул мушрикин. Сол кезде міне қарап отырған, күтіп отырған мушриктердің кейбірі не деп айтқан? Амуджирун анта ам таби'. Кімге айтқан? Банағы Науфалдың баласы Әл-Мут'им ибн Адиға айтқан. Сен Мұхаммедті қамқорлық қылып шалып келе жатсың ба, жоқ, оның артынан иман етіп келе жатсың ба? Онда бәрін жоқ қылып жүрейін деп тұрды, бірақ қоса. Түсінікті ме? Ал қамқорлық қалып кірген болсаң, онда тиіспейді. Айтпаған, сен әлі өз дініңдесің бе, жоқ, кәпір болып кеттің бе деген сөз мағынасы. Түсінікті ме? Өз дініңде дегеніміз не? Ата баба дініндесің бе, жоқ, Мұхаммедтің дінін өтіп кеттің бе деген сөз. Фақала бәл муджир, бәлкім не істеушімін мен? Мұхаммедті қамқорлығыма алып кіріп келе жатырмын. Қалу изан ла тухфару зимматук. Онда саған ешкім не істемейді. Зимма дегеніміз атақ абыройыңа, сенің мына басыңа ешкім не істей алмайды. Зардап, зиян келтіре алмайды. Түсінікті ме мағына? Демек оларда надандықтың, арсыздықтың шегіне кетсе де адасушылықтың бәрібір де бір қасиетті ұғымдар бар ма екен? Өздері ұстанған, құрмет тұтатын бар екен. Дұрыс па? Не істеген? Сөз айтылса орындалған. Бір-бірін құрметтеген. Айтпесе сен кімсің деп шауыпсаға болады ғой? Жоқ, не деді? Онда сенің сөзің ескеріледі деп тұрды. Болды. Не істемейміз? Сен біреуге көмек жасасаң, немесе біреуге қамқорлық қылған болсаң, оны құрметтейміз деп тұрды. Міне осылайша Пайғамбарымыз аман-есен өзінің үйіне жеткен. Қайтып кіргенде. Содан кейін үлкен бір оқиға орын алады. Міне, содан кейін басталады да, міне қараңдар. Адамдар келе бастайды. Вафду Даус, Даус деген жер бар. Ол қабиле. Сол жақтан Пайғамбарымызға не келеді? Бір топ иман еткен мәміл елдері келеді. Ол бірінші вафд мынау. Неден кейін? Нәжрандықтардан кейін. Естеріңде ме? Нәжран деген жерде христиан дініндегі болған әхлі китап бір топ боп иман етіп, Пайғамбарымызға кеп Құранды тыңдап иман етіп қайтып кеткен. Бұлар демек содан кейінгі екінші топ мәмілгерлер, Пайғамбарымыз келген елшілер десек болады. Қайдан келеді? Даус деген елді мекеннен. Вақаддама аля расулиллахи ва хуа би Макката. Меккеде отырғанда Пайғамбарымызға кім келеді? Даустың көсемі келеді. Кім?
баршамызға мәлім танымал сахаба Ат-Туфайл ибн Амр ад-Дауси келеді. Ол кісінің лақабы Ән-Нун деп аталған, Зу Ән-Нун деп аталған. Пайғамбарымызға келіп исламды қабылдаған. Мин қабилати Даусин ашират Аби Хурайрата ас-сахаби шахир. Кімнің туысқаны, кімнің әулеті екен? Абу Хурайраның шыққан жері. Демек шыққан тегі де. Сол әулет деген сөз. Абу Хурайраның шыққан жері. وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا. Ат-Туфайл болса өзінің қауымында шарапатты және шаир ақын болған. Набил дейміз өте зерек, дарынды кісі. فلما قرأ عليه القرآن أسلم. Пайғамбарымыз оған Құранды оқығанда не істеді? Исламды қабылдаған. Демек шаир, шынымен шаир да. Себебі Құран не істеп келген еді? Ақындарды не істеп келген? Айта аласыңдар ма осындай деп келген. Дұрыс па? Себебі сол тұста, сол заманда шешендік неге шығып кеткен еді? Өте жоғары деңгейге кетіп кеткен. Содан Алла тағала Құранды түсірген кездегі бір муъжизасы немен келді? Соларымен сынасып келді емес пе? Айта аласыңдар ма осындай? Бәрі сынды емес пе? Айта алмады. Демек шаир екені дәлел болып тұр, бірден мойындап тұр да исламды қабылдады. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام. Сен не істе? Бұл жерде бөтенсің. Біздің санымыз аз-азы. Әлі не 40-тан әлі аса қойған жоқ. Дұрыс па? Себебі соңғы кім болды? Омар болды. Ол 40-шы болған. Демек әлі 45, әлі 50-ге де жеткен жоқпыз. Сен не істе? Еліңе қайт. Дәуістықтарға барда дағуат жаса. Вада'a лахум расулуллахи фақала. Міне, пайғамбарымыз сол Туфайлға дұға жасаған кімдерге? Дәуістықтарға. Не деп? Аллахумма ихди дәусан. Ал таифтықтарда Жибрил алейхиссалам тау періштесі келген не деп айтты? Аллахумма ихди қауми фа иннахум ла я'ламун. Дұғасы қабыл ма? Қабыл пайғамбарымыздың дұғасы. Оған дәлел бағана Туфайл барып өзінің қауымын шақырғанда бәрі исламды қабылдаған. Дұғасы қабыл ма? Қабыл. فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم فآمن بدعوتهم كثير منهم. Көпшілігі не істеген? Сол Туфайлдың дағуатымен исламды қабылдаған. Бұл жерде Туфайл емес деп тұрған. Кімнің дұғасы? Аллахумма ихди даусан. Пайғамбарымыз дұғасы. Ал себепші құрал Туфайл. وستأتي وفادته على رسول الله مرة ثانية بقومه في المدينة. Демек бұл кісі не істеген? Сол сәтте кетеді, қашан қайтып келеді енді? Қауыммен бірге елші болып қашан? Мәдинаға қоныс аударғанда қайтып келеді деген сөз. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуістік Туфайлға мынандай бұйрық берген. Сен қазір кет тыныш қана барып қауымыңа исламды үгіттеп насихатта, кейін мен саған не берем? Ишарат берем, хабар жіберем, сонда не істейсің? Менің қасыма келесің дейді. Қашан? Мәдинада. Сол кезде Туфайл не істеген? Я Алланың елшісі, маған бір белгі, алама бер деген. Олар сенбейді ғой маған. Мен Алла елшісінен келдім, исламды айтып келдім, осындай, соларға көрсететін бір нәрсе бер. Демек бұл жерден айтпақ, біз сондаймыз, адам сондай, мысал іздейді. Көрсеші ал бір нәрсе. Не бар? Жоқ, оны қоя сал деген сияқты. Адам солай жаратылған. Сол себепті Алла бізге мысал берген. Ал енді мысалдардың төресі кім? Оқып отырған кім? Мұхаммад Расулулла. Демек пайғамбарымыз біз үшін кім? Мысал. Ненің мысал? Алла тағаланың құдірет иесі екенін мысал. Мысал міне? Ол мысал болмаса біз түсінбейміз. Алла тағала мейірімді. Дал айтпеш, мысал келтірпеш, мейірімділігіне. Мысал айтпеш, мейірімділігіне. Міне мысал тұр. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Міне мысал тұр. Таифтықтар қуып шықты, не істеді? Аллахумма хди қауми фаиннахум ла я'ламун. Мысал ма? Мысал. Самолетті неге қару жасады? Мысал бар. Табиғаттан алды ғой. Дұрыс па? Барлығы мысалдан тұрады. Сол себепті біз мектепте, университетте болсын, қай жерде болмасын, сабақ беру барысында немесе бір сөзге кіріспе жасамастан бір не істейді? Немесе жасап болғаннан кейін қалай да неге тоқталады? Мысалға тоқтайды. Оған дәлел мұсылман үшін не деп айтты? Әл-муъмину лил-муъмин кәл-буньян деді. Яшудду бa'духу бa'дан деді. Мұсылман үшін қалай деді?
құрылыс сияқты деді, дұрыс па? Буньян. Бір дене сияқты. Неғып тұрады деп мысал келтірді, содан кейін айтқан сөзін яшудду баъдуху баъдан деп мына саусақтарын бір-біріне кіргізіп бүйтіп айтқан. Осылай бекем болады деп. Түсінікті ма? Осы бір хадисте бір пенде, бір пәленше енді бүйтіп оққан ғой. Әл-муъмину әл-муслиму кәлбәйни яшудду баъдуху баъдан деп оққан. Кәл-буньян емес, кәлбәйни деп оққан. Айтпаған мұсылман үшін аралдасып тұрған ит сияқты деп оққан. Көрдің ба? Хараканы дұрыс қоймадың, кәл-буньянды кәлбәйн деп оқисың да. Кәлбәйн дейміз, екі ит деген сөз. Неғып тұрған бүйтіп аралдасып тұрған деген. Демек айтпағым не? Мысал бар ма? Міне мысал. Демек мысалдардың төресі кім? Мұхаммадун Расулулла. Неге мысал? Мейірімділікке, кешірімділікке. Өмірінде 63 жыл өмір сүрген, екі-ақ рет деп даусын көтеріп келген. Екі-ақ рет. Мысал ма? Мысал. Отбасылық мәселеде мысал. Айша анамыздан келіп сұрады ғой, я пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйде қандай еді? Нені сұрап келіп тұр сонда? Мысал. Айтты ғой, киімін өзі реттейтін, жуып алатын, ешкін сауып алатын. Намаз Алла кетіп қалатын. Мысал. Ұйықтағанда мысал. Дәретке кіргенде мысал. Құран мысал. Намаз қалай болды? Мысал. Уәдес қалай болды? Мысал. Демек мысалдың төресі кім? Расулулла. Енді біз мысалдылықты өзімізге батыстан алып отырмыз ғой. Пәленше тренинг өткіземіз. Пәленше ол бүйтіпті, осында жетістікке жетіпті. Сосын дейсің, соның өмір баянын зерттеп, кітаптарын оқып, соның айтқан сөздерін жаттап цитировать етіп. Пәленше сөйтіп айтты. Кім ол? Пәленше. Кім ол? Маған мысал емес. Маған мысал әл-мәсәлун а'ла, пайғамбарымыз. Содан не жіберген? Маған бір нәрсе бер, көрсетейін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасап, білесіңдер ме не істеген? Шынымен мына шекесінен нұр берген. Кәдімгідей фонарь сияқты мынандай. Содан дауысы кім айтқан? Туфайл айтқан, я Расул, бұл болмайды деген. Маған танып кету мүмкін. Оданша оны не істе? Менің басқа жеріме бер деген, сөйтіп қамшысы бар ғой, соның күшінен сүріп берген бейді. Кәдімгідей шырақ болып тұрған бейді. Сонымен қауына барғанда дағават айтқан, насихаттаған сенбесеңдер мә деп көрсеткен. Содан естеген, бәрі исламды қабылдаған. Шекесіне берген ғой, кәдімгі шекесіне отырған дейді. Жоқ, болмайды деген. Қаламда жерінде тұрады ол. Сонымен мынаны басқа жерге түсіріп бер деп қамшысын басына түсіріп берген. Соны естеген, көрсеткенде, сонымен естеген бағанағы қауымы исламды қабылдап, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға қашан келеді? Мәдинаға. Неге шақырмады? Себебі Мекке әлі қауіпті. Соғысуға болмайды, қылыш көтеруге болмайды. Неге? Әлі ол кезеңге жеткен жоқ. Біреу айтуы мүмкін, неге соғысып кетпеді сол кезде? Жоқ, болмайды. Бірінші, Алла рұқсат еткен жоқ. Екінші, ислам күшпен келмеу керек. Онда қалар еді қазір тарих бетінде. Міне көрдіңдер? Ислам мейірім дейсіңдер. Қалай? Соғысып кеткен. Жоқ, Алла тағаланың хикмасы. Біз түсінбей тұрған, көрмей тұрған, 10 жыл немен өткен? Соғыссыз. Ешкім айта алмайды енді. Ислам немен келді деп? Қылыштың күшімен немесе қылыштың жүзімен келді деп. Ешкім айта алмайды. Тіпті сонымен аяқтайын, ислам тарихында пайғамбарымыздың 23 жыл ғана ғой, 63 жыл емес, дұрыс па? 23 жылдық дағуатында немесе 23 жылдық пайғамбарлығында білесіңдер ме неше соғыс орын алған? 80 соғыс алған. Яғни 80 соғыс орын алған. Олардың барлығы қашан? 10 жылда емес, қашан? Соңғы 13 жылда болған. Демек қай жерде? Мәдинада дейді. Ол нені білдіреді? Демек соғысатын адам, қан төккісі келетін адам қай жаққа келу керек еді дейді. Өзінің күшін көрсеткісі Меккеге келу керек еді дейді. Зерттеп қараса, сол 80 соғыстың барлығы қай жерде болған дейді? Мәдинада болған дейді. Ол нені білдіреді? Керісінше Құрайш келген дейді. Келген нені білдіреді онда? Мұсылмандар бармаған дейді. Мұсылмандар бармаған болса нені білдіреді? Қорғанған дейді жатып алып. Барған болса қан қай жерде төгілу керек еді? Меккеде төгілу керек еді дейді.
Міне. Сол 80 соғыстың 60-50-і сәрия дегеніміз жасақ. Пайғамбарымыз қатыспаған. Қалған 27, 25, 21 тақсандары пайғамбарымыз қатысқан. Соның ішінде қатысқанымен де 5-7 тақсандары не ғана болған? Шайқас болған. Соның ішінде ғана, сол 5-7-дің ішінде ғана бірнешеуінде ғана қан төгіс болған. Сөйтіп, жалпы 80 есептегенде 23 жылда, 10 жылда алыпса, соңғы 13 жылда білесіңдер ма? Қақтығыста, шайқаста 80 рет болса да, пайғамбарымыз өзі қатысады, саллаллаху алейхи ва саллям өзі қатыспайды. Соның барлығында шығын нешеу білесіңдер ма? 1300 шығын шыққан. Соның 800-і кәпірлер, ар жағында нешеу қалды? 500-і мұсылман. 1300-ақ. 800 нешеу? Кәпірлер? 500-і? Мұсылман. Неше жылда? 13 жылда. 13 жылда сонда сен жылға шағып тасаң былай. 500 мұсылман неше болады сонда жылына? Есепте. Ал кәпірлерді айтшы сонда, мұсылмандар шапты дейтін болсаң, керісінше мұсылмандарды аз болып, кімдерді көп болу керек еді? Немесе керісінше болу керек қой? Шапқан болса, бірінші бастаған болса. 13 жылда. Ал енді біз білетін тарихта неде өтеміз? Ұлы отан соғыс дейміз ғой. Үлкен соғыс. Екіншіден неше болды? Сан кім айтып береді? 27 миллион. Японияға тастаған бомба, атомды бомба. Нагасаки қанша? Одан асады. Күнде болып жатқан машина апаты. Білесіңдер машина апаты? Жол ДТП-сы білесіңдер ме нешеу? Миллионнан асып кетеді бір жылда. 13 жылдағы соғыстың нәтижесі нешеу? 1300 адам. Сонда пайғамбарымыз қылыш көтеріп шапты ма? Қорғанған дейді. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكره الغافلون الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على سيدنا أحمد النور المؤيد المنصور برحمتك يا رحمة